Омыртқа латынша вертебра деп аталады, грекше спондилос. Барлық омыртқалар құрылысы жағынан ұқсас және бөлім бойынша ерекшеліктері болады. Кез келген омыртқаның алдыңғы жағында орналасқан денесі корпус вертебра, артқы жағында орналасқан доғасы аркус вертебра. Доғасы денесіне келіп, доға аяқшалар арқылы бекінеді. Педикули аркус вертебра. Денесі мен доғасының арасында омыртқа тесігі болады. Форамен вертебралі. Омыртқа тесіктері қосылып, омыртқа аралық өзекті түзеді. Каналис вертебралис деп аталады. Бұл өзекте жұлын жайғасады. Демек, омыртқаның негізгі қызметі жұлынды қорғау болып табылады. Енді омыртқаның қозғалысына көмектесетін доғасынан шығатын өсінділері болады. Ортаңғы сызық бойында орналасқан жота немесе қылқанды өсіндісі процессус спиносус деп аталады. Және бүйір жақтарында орналасқан көлденең өсіндісі процессус трансверсус деп аталады. Және жоғарғы буындық өсінділер және төменгі буындық өсінділер болады. Жоғарғы буындық өсінділердің процессус артикулярис супериорис деп атаймыз, ал төменгі буын өсінділердің процессус артикулярис инфериорис деп атаймыз. Жоғарғы және төменгі буын өсінділері жоғарғы және төменгі омыртқа тіліктерін шектейді. Жоғарғы омыртқа тілігін инцизура вертебралис супериорис деп атасақ, ал төменгі омыртқа тілігін инцизура вертебралис инфериорис деп атаймыз. Жоғарғы және төменгі жақтан омыртқа тіліктері бір-бірімен қосылып, омыртқа аралық тесікті түзеді. Омыртқа аралық тесікті форамина интервертебралис деп атаймыз. Бұл тесік арқылы жұлын жүйкелері менен жұлынды қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлары өтеді. Жоғарғы және төменгі буындық өсінділері омыртқа аралық буындарды түзсе, жота немесе қылқанды өсіндісіне және көлденең өсінділеріне келіп бұлшықеттер мен байламдар бекінеді.